мынау әйтеуір шама жеткенше жақсы болса деген ниет қой. Сол отбасы жайлы айтып жатырмыз ғой. Ата ана жайлы, әйел мен ер адамның бірімен қарым қатынасы, бала шағамен қарым қатынас. Сонда енді әркім әртүрлі ой айтып жатады, өз ойларын. Өткенде бір кісі айтып жатыр. Біз ата анаңа қызмет қыл, сондай. Басқалардан ерекше деп енді айтып жатырмыз, сонда айтады. Әйеліңмен, мысалы мен әйеліммен анама екеуіне бірдей қызмет қылуым керек екен да. Ана кісі айтып отыр. Ол да ана ғой, бұл да ана ғой, ол да туады, бұл да туады дейді да. Екеуі де ана ғой, екеуіне де бірдей жақсылық істеу керек дейді да. Мысалы, ананың аяғында тізерлеп, ананың аяғына тізерлеп жатсаң, мысалы, әйеліңе де солай болады дейді да. Құрмет ретінде, жақсы көргеннен дейді да. Жоқ. Екеуі де ана. Бірақ мынау сенің анаң. Ал әйел ол сенің балдарыңның анасы. Сенің балдарың әйеліңнің табанын сүйе берсін, аяғын сүйсін, тізерлеп отыра берсін. Ол саған қатысты нәрсе емес бірақ. Сен бірақ анаңның алдында. Әйелің мен анаң салыстыруға келмейді. Бұл деген нәрсе, бауырлар, бұл анау әйел адамын адам емес деп жатқан жоқпын. Әр адамның өз орны бар ғой. Сен бауырыңның орны бар, әйеліңнің орны бар, анаңның, әкеңнің орны бар. Жоқ, бәрі бірдей емес. Қараңыз, ол да туады, бұл да туады. Жарайды, анаң сені туған ғой, бірақ мынау сені туған жоқ қой. Анаң сені туарда, әйел адамы, қараңыз қандай мейірім. Мен өлсем өліп қалайын, осы аман туылсын деп өздерінің басын бәлеге тігеді, өлімге тігеді. Сен солай дүниеге алып келген. Мына әйел сені туған жоқ қой. Екіншісі, жәннат сен анаңның аяғының астында, бірақ әйеліңнің астында емес. Әйеліңе жәннат сенің аяғыңның астында, керісінше. Сонда өзіңіз қараңызшы, кім тізерлеу керек? Әйел мен адам екеу, әйел мен ана, ол екеуі екі бөлек нәрсе. Дұрыс, ана, бірақ мына сен әйеліңе өз аяғын сүйетін адамдар бар. Ол өзінің бала шағасы, немересі. Ешқашан, бауырлар. Бұрын біз кімнің ұрпағымыз біз? Аталарымыз қараңыз. Мына отырардың заманында атқа мініп қашпақшы болған кезінде отбасы тұр. Әйелі, баласы, бауыры, анасы тұрған кезінде анасы мен бауырын атқа мінгізіп, не дейді? Қатын жолда, бала белде. Маған бауырды кім туып береді дейді. Ақылға салыңызшы. Бұл қазір ондай заман емес қой, енді Құдай сақтасын. Кейбір ана тіке түсінетіндер бар ғой, Алаттай, сен не? Деп. Жоқ. Мен бұны салыстырмалы түрде айтып жатырмын. Шынымен де дәл сол нәрсе басқа келетін болса бар ғой, анаң қайттан келмейді сенің. Қайттан ана болмайды. Біздің қазақтың өзі айтып жатыр ғой, 70 жеңгең қосылып бір анаңдай бола алмайды. Бола алмайды бәрібір. Өйткені анаң керек кезінде сен үшін жанын бере алады. Бауыр да сен деген бұдан кейін қайттан болмайды. Керек десеңізше, бауырдың дәрежесі сен әйеліңнен жоғары тұрады. Неге? Өйткені бауырды саған ешкім тауып бере алмайды енді. Болды. Қанша бауырың бар, болды, сол бауыр болды. Көбеймейді одан, азаймаса. Әйел деген бұл жақсы. Сен ертең әйелің үшін жауап бересің қияметте. Сол үшін оған құрмет қылу керек. Құрмет деген ол анау бар басына иіп айтқанын бәрін істеп жүре беру емес ол. Құрмет деген өзіңнің уәде берген нәрселерің бар ғой, тамақтандыру, киіндіру, баспанамен қамтамасыз ету, дінін үйрету деген сияқты, жақсы сөйлеу, жақсы ондай нәрселер бар. Бірақ анаға деген қызметшіліктер басқаша болу керек. Басқаша болу керек. Сенмен қосылып алып тұрып, әйеліңде дәл сен істеген нәрселеріңді анаңа істеуің керек. Бірақ өзің істемейтін нәрсені әйеліңе істе деп айтпай-ақ қой, бәрі істемейді. Ол сенің анаңа сен не істейсің, ол да соны істейді. Байқайсыздар ма, шынымен бір кісілер хабарласады да бізге бүйтеді. Бір балам бар дейді. Әйелім мамаммен сыйыспайды дейді. Сөйтеді да жаңағы ошибкадан шығып отыр ғой, жаңағы ана мен әйелдің дәрежесі тең қылып алғандар бар ғой, болды уже, жаңа басына іс түскен кезінде мынаны таңдап кете салады да, өйткені екеуі бірдей болып қалғанда оған. Жоқ. Қанша жерден алтын болса да анаң қанша жерден ақымақ болса да бар ғой, анаңды тастап кетпе ешқашан. Тастама ешқашан. Мынаны тастасаң да бар ғой, енді екеуінде тастамағаның жақсы ғой, бірақ біреуін тастау керек болды ма, онда мынаны таста, онда анаңды емес. Өйткені бұл табылады. Анаң табылмайды қайттан.